Баршаңызға сәлем, менің есімім Жанар. Бүгін мен сіздермен ерекше бір тағам рецептімен бөліскім келіп отыр. Дәруменге мол, адам ағзасына өте пайдалы маш көже. Оған керегі күріш, сәбіз, картошка, пияз, ет. Етімізді, картошкамыз, пиязымызды алып, жақсылап қуырамыз. Дайын болғанша машымызды артық заттардан тазалаймыз. Тас болуы мүмкін, ол маш болуы мүмкін. Қаттылау алып тастап, жуып тазалап, осылайша машымызды дайындап қоямыз. Қуырылып жатқан етіміздің бетіне томат салып, жақсылап араластырып, қуырылғаннан кейін суымызды құйып, дайын тұрған машымызды салып, сорпамыздың бетіне араластырып, дәміне қарай тұз салып, осылайша жақсылап қайнатамыз. Осылай маш көжеміз қайнап, жартылай машымыз жарылып піскен кезде күрішімізді алып жуып, осы маш көжеміздің бетіне саламыз, жақсылап араластырып, 30-40 минут тағы да көжеміз дайын болғанша қайнатып, дайын болғанша күтеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен бүгін лавр жапырағын саламын. Осылайша көжеміз дайын болды. Мінекей иісі бұрқыраған өте керемет тойымды тағам. Дәруменге мол, адам ағзасына өте пайдалы. Бетіне укроп, петрушка сеуіп, болгар перецін қоссаңыздар да болады. Осылайша дайын тағамды дастарханға ұсынамыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған мен Жанар. Лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.